Адамның ауырмауына, сырқаусыз өмір сүруіне ағзадағы басты сұйықтық қан құрамының физиологиялық тұрақтылығы тікелей байланысты. Қан қоюланғанда құрамындағы жасуша өзгеріске ұшырап, жұмысын жөнді орындай алмайды. Қорек зат тасымалдау қасиеті нашарлайды. Видеоны соңына дейін көріңіздер және біздің еңбегімізге қолдау білдіріп, келесі пайдалы видеоларымызды қарай жүріңіз. Сіздің болмашы ғана оңай әрекетіңіз бізге шабыт береді. Қанның қою болуы өмірге қауіп төндіреді. Қанды холестеринді шамадан тыс тұтыну, дұрыс тамақтанбау, әсіресе түнгі уақытта тамақтану, крахмалды тағамдарды, нан өнімдерін көп тұтыну қоюлатады. Ал тұтқыр қан атеросклерозға, инфарктқа, инсультқа соқтырады. Қан сау болмаса, үнемі бас айналып, қысым көтеріледі, жалпы жағдайыңызбен ұйқы бұзылады. Бірте-бірте бауыр, бүйрек жұмысы тұралап істен шыға бастайды. Қан қою болса, тамырларға үлкен жүктеме түседі. Өйткені тамыр қабырғаларында холестерин тұнбасы тұрып қалады. Сондықтан қанның жай-күйіне қамқорлық жасау керек. Егер сізде гипертония, инфаркт немесе инсульт, қан тамырларының склерозы болатын болса, 2 есе сақтық танытқан жөн. Қан қою болған кезде бойыңызды әлсіздік билеп, басыңыз жиі ауырып, ұйқысыздық мазалайды. Басыңыз айналып ұйқыдан шаршап тұрасыз. Ауа жетпей көзіңіз қарауытып, денеңіз тоңады. Қанның ұюы. Тромбоциттердің басты қызметі қанның ұюына қатысуы. Қан тамырлары жарақаттанғанда әдетте жараның бетін тромб деп аталатын қоюланған қап түйіршігі тез жабады. Біраздан соң ол тығыздалып жараны бекітеді. Егер қанның мұндай қасиеті болмаса, кішкентай жарадан тоқтаусыз қан ағып, адам әлсіреп, тіпті өлімге алып барар еді. Қанның ұюы күрделі ферментативті құбылыс. Оны шамамен 3 кезеңге бөлеміз. Бірінші кезең қанда және ұлпада тромбопластиннің пайда болуы. Екінші кезең тромбопластиннің тромбинге айналуы. Ал соңғы қорытынды кезең тромбиннің әсерінен плазмадағы фибриноген белогының ерімейтін фибрин жіпшелеріне айналып, жараның бетінде тор құруы. Қанды қатты қоюландырып, оның құрамын өзгертетін сусындар тобы. Газдалған тәтті сусындар. Оның құрамында қант немесе оны алмастыратын фруктоза, синтетикалық тәттілендіргіштері бар. Ол ағзамыздың бүкіл жүйесіне теріс ықпал етеді. Қою шай және кофе. Құрамында кофеині өте көп. Шайда кофеин гуаранға ұқсас танин заты бар. Бұл заттар қан тамырын тарылтып, жүрек қағысын жылдамдатады. Осы биохимиялық процестерде адреналинді көп өндіреді. Осының бәрі тек қаннан ғана емес, сонымен бірге тамырдың өзіне де теріс әсер етеді. Спирттік ішімдіктер. Алкогольдің ағзаға зиянын бәрі де біледі. Қосарымыз, алкогольді сусын ішкен кезде ағзадағы бүкіл сұйықтық жылдам шығады. Нәтижесінде спирттік ішімдік ішкенде қан мөлшері азайып, ол қатты қоюланады. Қою шырындар. Қою шырындар, былай қарап тұрсаң, бұл сұйық көрінгенімен, ағзамыз оны тамақ ретінде қабылдап, ол өз кезегінде ас қорыту процесін іске қосады. Ферменттер мен сөл бөлдіреді, ал қанды қатты сұйылтатыны әсіресе тұз қосылған қызанақ шырыны болып табылады. Бұл сусындарды немен алмастыруға болады? Ағзамызға сұйықтық жетіспеуін немен толтырамыз? Таза газсыз суды көбірек ішу. Мамандар орташа алғанда күніне 2 литрға жуық сұйықтық ішуге кеңес береді. Тәулігіне таза судың жетіспейтін көлемін құрамында салицилі бар сусындармен толықтыруға болады. Қанды сұйылту үшін мынандай сусындарды жасауға болады. 2 алма. Оның құрамында пайдалы лимон және шарап қышқылы бар. Бұл қан тамырларының ішкі жағында холестериннің артық шөгінділерінен құтқарады. 20 грамм зімбір тамыры. Онда ерекше зат генгерол бар. Генгеролдың фармакологиялық белсенділігі өте жоғары. 100 грамм қызыл жүзім. Қызыл жүзімнің құрамындағы заттар тамырды бекітіп, оның елгіш қасиетін арттырады. Және де 1 штук жақсы піскен анар. Оның құрамында көптеген
мидың жұмысын, қанның жақсаруын, сұйылтуын жақсартатын көптеген дәрумендер бар. Қанды сұйылтатын топ 5 тағам. Көк шай. Қанды сұйылтып тазалайтын қасиетке ие. Оның құрамындағы катехин холестерин деңгейін реттеп, клеткаларды жақсартса, иілік заттар қанның сапасы түйіршіктерін өлтіреді. Ал Е дәрумені жасушаның жаңғыруына ықпал етеді. Қанды сұйылту үшін зімбір, яғни имбир қосылған шай ішкен пайдалы. Оны дайындау үшін зімбірді тазалап, майдалап, кесектеп турайсыз. Үстіне су құйып отқа қоясыз. Бірнеше минут қайнаған соң сұйықтықты сүзіп алып көк шай саласыз. Емдік шайды 15-20 минуттай тұндырып қою керек. Шайды күніне 2-3 рет қайталап демдеп ішсеңіз, бойыңызды билеген ауыртпалықтан арыласыз. Табиғи шырын. Қанды сұйылтатын керемет емдік сусын. Оның құрамында су, дәрумендер, микроэлементтер болады. Аурудың алдын алу үшін күніне 1 рет 1 стакан табиғи таза шырын ішіңіз. Әсіресе ананас, апельсин, сәбіз, анар, таңқурай сияқты жеміс-жидектердің шырынын тұтынған жөн. Зығыр майы. К, В, А және Е дәруменіне және жартылай қанықпаған майға өте бай. Майдың көмегімен қан тазаланады, сұйылады, ұйымайды әрі жүрек қан тамырлары жүйесінің ауруларының алдын алады. Ол үшін күнде аш қарынға 1 ас қасық зығыр май ішесіз. Егер жүрегіңіз айнып мазасыздансаңыз, онда майды тамақтанып алған соң ішуге болады. Алма сірке суы. Қанды сұйылтып, ағзаны улы заттан тазартады. Ол үшін күнде таңертең аш қарынға ішу керек. Емдік сұйықтықты дайындау үшін 2 ас қасық алма сірке суды 1 стакан қайнатылған жылы суға араластырасыз. Емделу мерзімі 2 ай 10 күн. Үзіліссіз жасап қайта жалғастырыңыз. Осылайша 3-4 емнен соң ойлаған нәтижеге қол жеткізесіз. Сарымсақ. Сарымсақ холестеринді төмендетеді. Аллицин заты және тотығуға жол бермей, мұндай тотығу атеросклерозға қауіп төндіреді. Ал сарымсақ оның алдын алатын таптырмас зат. Күнделікті қолданысқа, әсіресе қандағы холестерин мөлшері жоғары адамдарға сарымсақ ұсынылады. Мысалы, осы мақсатта холестеринді түсіру үшін сүтке тұтас сарымсақ қосып ішуге болады. Ал бал мен сарымсақ миксі. 130 грамм сарымсақ түйірін ұсақтап, 175 мл сұйық балмен араластырыңыз. Қоспа 7 күн бойы тұндырылып, 2 ай бойы күніне 3 рет ас қасықтан қабылданады. Сарымсақ пен бал тамаша жұп, олардың пайдасы даусыз. Бірақ осы компоненттердің кез келген жетіспеушілікпен мұндай дәрі денеге зиянды. Мұндай қарапайым рецепттер біздің денемізге қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Бұндай препараттарды қолданбас бұрын дәрігерден кеңесіп, сіз үшін қарсы көрсетімдері бар жоғын білу ұсынылады. Ескеріңіз, бұл емді асқазаны ауыратындарға қолдануға болмайды. Денсаулық адамға берілген ең қымбат сый. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесінсіз өздігінен емделу жолдарын қолданбағаныңыз жөн. Назар аударыңыз, бұл материалдағы мәліметтер тек қана ақпараттық танымдық мақсатты көздейді. Мұнда айтылған кәсіби дәрігер маманның консультациясын алмастыра алмайды. Ол диагностика немесе емдеу емес. Өзін емдеу денсаулыққа зиян келтіруі мүмкін. Аурудың алғашқы белгілері көріне басталысымен-ақ дәрігерге көрінуіңізді сұранаймыз. Видеоны жақындарыңызбен бөлісіп қарай жүріңіздер. Ауырмаңыздар. Келесі кездескенше.